Барлығыңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі күнімізді сіздермен бірге өткізбекпін. Ауылда таңғы 6-дан бастап біз не істейміз? Бізде Қызылордада күн қатты ыстық болғандықтан күніміз ерте басталады. Таңертең тұрып үйдің тірліктеріне кірістім. Жаздың аптап ыстықтары уже бізде басталып кетті. Ең алдымен барлық үйдегі жатқан адамдардың төсектерін осылай жинаймыз, бөлмелерін жинаймыз. Күн қызғаннан кейін осылай терезелерді жауып, үйді қараңғы қылып қоямыз. Таңғы уақыттың өзіндік бір берекесі бар. Үй іші тыныш, ауа таза, балалар ұйықтап жатыр. Осындай кезде қолға алған жұмысымызда өнімді жүреді. Біздің үйде түске таман осы көрпелерді барлығы іздейді, сондықтан көрінетін жерге қойып қоямын. Ал мына жатқан үш бұрышты жастықтар, диванның қаптарын дұрыстап қаптаймын да, сол үш бұрышты жастықты диванның бір басына қойып қоямын. Оны үйде еркек адам көп болғандықтан 10 рет бүктеп 20 рет сілкейді, сондықтан осындай болып қалады. Именно бір жастықты осылай алып диванның үстіне қойып қоямын. Түсте жатқан кезде умаждай бұрмалап солай жататын болады. Үй жинау тек шаң сүртумен, еден жуумен шектелмейді. Ол отбасыңа деген құрметтің белгісі. Үйдің таза болуы берекенің, ынтымақтың нышаны. Сондықтан әрбір әйел адамның күнделікті еңбегі көзге көрінбегенмен, оның артында үлкен жауапкершілік жатыр. Көп нәрсені артқа ысыра бергендіктен бүгін тағы бір маңызды жұмыстарымның бірі осы қыс бойы тұрған пердені алып, жеңіл пердеге ауыстыру болды. Ішіндегі ақ пердені жуып, оны да алып қоямын. Себебі үйге ремонт жасалғаннан кейін барып, осы перделерді қайтадан орнына ілетін боламын. Әлі кілемдерімді де жууға берген жоқпын. Енді берім. Бұл менің шифонерім. Негізі менің шифонерімде көп киім жоқ. Күйеуімнің, өзімнің және қыздың киімдері тұрады. Сондықтан қонақ келген кезде бізде гарнитур дейма, ыдыс қоятын сондай жоқ. Сондықтан мен кухняға көп аса ыдысты тұрғанды жақтырмаймын. Сондықтан осы жаққа әкеліп барлығын салып тастадым. Себебі менде көп киім жоқ. Аяғым ауыр болғаннан кейін аса көп киім алмаймын. Себебі 1-2 киім болса жеткілікті, кейін киілмей қалады. Сондықтан қонақ күтетін кездегі ваза, басқа да ыдыстарды осы менің шифонеріме қойып қоямын. Астында, ең астың жағында білінбей тұратын болады. Қазақ халқында мынандай сөз бар ғой: үйдің шаңын қағып, ескі құсқын шығару жамандық пен ауырлықты кетірудің белгісі деген нәрсе бар. Әрине бұл жай ғана ырым емес, оның астарында терең мағына жатыр. Адам үйін тазалағанда тек айналасын емес, өзінің де көңілін тазартқандай болады. Ескі заттарды реттеп, артық дүниелерден арылған сайын жаңа қуаныш пен жаңа өзгерістерге орын ашылады деген сенім қалыптасқан. Және менде де солай. Барлық киімдерді, артық киімдерді осылай салып сандығыма, басқа қоятын жерлерге қоямын. Ал сезоны келген кезде міндетті түрде шығарып, қайтадан осы шифонерге ілетін боламын. Қазақ халқында ырым тыйымдарды бекер айтпаған. Олар өмір тәжірибесінен туындаған тәрбиелік мәні бар сөздер. Мысалы, үйге келген қонақты құр қол шығарып салмау деген бар. Табалдырықты баспау деген сөз бар. Нанды аяқ асты етпеу сияқты дәстүрлердің барлығы адамды сыйластыққа, құрметке және тәртіпке тәрбиелейді. Бұл бөлмеде біз негізінен видео түсіреміз. Қызымыз екеуміз осылай YouTube жүргізгендіктен осылай бір бөлмені арнап қойғанбыз. Жаздың күні көп қонақ келмейді. Сондықтан барлық керек емес заттарды және съемкілерді жарық болғандықтан осы бөлмелерде жүргіземіз. Ауылда тұрғандықтан ауылдағы адамдар есіктің алдына сарай сала береді. Не үшін? Себебі бізде Қызылордада күн ыстық болғандықтан, күн жылығаннан бастап біз үйде отырмаймыз, сарайға көшеміз. Сарайға ыдыс аяқтарымызды қолданатын барлық жиған тергенімізді сол жаққа апарып, үйді тек ұйықтайтын кезде ғана келеміз.
Менің нан салатын пешім үйде болғандықтан кейбір ыдыстарым осылай үйде тұрады және үйде су ағып тұрғандықтан осылай жуып аламын. Бізде Раяна ұйқысынан тұрып кетті, ал Омар әлі ұйықтап жатыр. Омар ұйқысынан тұра сала міндетті түрде менен тамақ сұрайды, сондықтан Омар ұйқыдан тұрмай тұрып, жан-жақтарын жинастырып, осылай бөлмелердің бәрін ретке келтіріп аламын. Себебі біз ұйқыдан тұрғаннан кейін бірден сарайға қарай кетеміз, яғни далада жүреміз. Балаларымыз көп телефон көрмейді, далада бір-бірімен ойнайды. Үйде кровать болғанымен осылай біз жерге жатамыз. Балалар аунайды, әйтеуір жүреді, сондықтан осылай жерге салып қоямын төсекті. Және жаздың күні бір жақсы жері сап-салқын болып тұрады. Үй шаруасын аяқтағаннан кейін мен сыртқа қарай кетіп бара жатырмын. Бұл кеш бата. Мен шілдеханаға бара жатырмын. Уже кеш батты бұл жерде. Далаға SPF кремсіз шықпаймыз. Таңертең осылай бір жаққа шығатын болсам, осылайынан жағып аламын. Бізде сағат 6 болғандықтан күн әлі қызып тұр. Және менің бетімде қара дақ бар, сондықтан да маған міндетті түрде осы SPF кремді жағып жүру керек. Мына орамалды мен таға алмай қойдым. Бірақ амал жоқ, келін болғандықтан және аяғым ауыр болғандықтан міндетті түрде орамал тағып жүремін. Көп айтып жатады, жаңа туған әйелдің үйіне бармаңдар деп. Ол дұрыс нәрсе, бірақтан мына жерде деген адамдарды көріп тұрсыздар, өте көп адам. Және біздің ауылда осылай кім босанса да роддомнан келгеннен кейін міндетті түрде осылай шілдехана жасап шақырып жібереді адамдарды. Әйтпесе біздің ауылда құтты болсын айтып қайтайық, анан келін босанып та барып қайтайық деп бірінен кейін бір адам келе береді. Сондықтан да ауыл болғандықтан жоқ деп айта алмайсың, келген адамға біреу екеу кеседе шай беретін болғандықтан осылай барлығын бір шақырып роддомнан келген кезде шай беріп құтылады. Солай құтты болсымызды айтып, жарты сағат отырып, бірден үйімізге қайттық. Бұл менің құрбым Аян Аят деген егіз ұлды болып жатыр. Бұл қонақтан кейін ыдыс аяқты кім жуады, үйді ретке кім келтіреді деп көбісі айтады. Біздің ауылда абысындарымыз бар, Құдайға шүкір, және өзіміздің төркініміздің адамдар келсе, міндетті түрде көмектесіп, ыдыс аяқтарын барлығын жуып, көмкеріп, солай кетеді. Біздің де ата-енеміз барлығын түсінеді. Шүкір Аллаға, мен де ұсақ келген кезде дәл осылай қонақ шақырып, ата-енем барлығын жуып, шайып, тазалап, пелес ұстайтын жерлердің барлығын пелес ұстап келгенбіз. Көп уайымдамаңыздар. Келесі кездескенше.